Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз ол кеше 1 марттан бастап еліміз бойынша барлық аймақтарда уақыт өзгерді. Соған байланысты адамдарда ұйқым қанбай жатыр, ұйқымды реттей алмай жүрмін, бессонница болып жатыр. Жалпы оған дейін де адамдар арасында егер де бессонница болған болса, ұйқы дұрыс қанбаса, үнемі шаршап жүретін болса, неше сағат ұйықтаса да өзін прямо ұйқым келіп тұр деп жүретін адамдарда, значит гормональное нарушение бар деген сөз. Неге гормональное нарушение болады? Себебі біздің ағзамызға көбіне біз сигналдарға мән бермейміз. Мысалы үшін кешкі сағат 8:30-9-дің арасында егер де мән беріп қарайтын болсаңыз, адамдарда қатты ұйқысы келеді. Осы моменттен өтіп кетсе, 1-2 сағаттан кейін сағат 11-12-де керісінше ұйқысы ашылып кетеді, Неліктен ондай процесс болады? Себебі ағзамызда кешкі 8:30-9 арасында мелатонин деген гормон өндіріле бастайды. Осы мелатонин гормоны ол біздің ұйқымызға өте қажет, ұйқыға жауапты гормон болып саналады. Сондықтан да сол моментте светті өшіріп, қараңғы болу керек. Себебі именно қараңғы болған кезде мелатонин деген гормон одан әрі көп активті түрде бөліне бастайды. Ал егер де жарық болып тұра беретін болса, оның деңгейі мөлшері бөліну бәсеңдейді, нәтижесінде адамның ұйқысы ашылып кетеді. Егер де әрі қарай ұйқы ашылып кететін болса, қанша сіз сағат 12-де жатып, светті өшіріп тастағанмен, түнгі 2-ге дейін телефон қарап, телефонның жарығымен әрі қарай мелатониннің өндірілуін керісінше азайтып, кеш жататын боласыз. Бұның нәтижесі ең соңында таңертеңге дейін нақты 7-8 сағаттық ұйқының орын алмауынан болады. Организм толығымен тыныға алмайды, восстановление жүрмейді органдарда, сондықтан әрдайым шаршап жүретін болады. Енді осы ұйқыны реттеу үшін, бессонницаны қайта қалпына келтіру үшін, ұйқысын арнайы ішетін биодобавкалар бар. Мұндай активті биодобавкаларды 2 топқа бөлеміз. Біріншісі, именно мелатонинге әсер ететін дәрі емес, биоактивті заттар. Екіншісі, ол бізде жалпы организмді тыныштандыратын, шаршағанды басатын, бұлшықеттерді босаңсытатын. Соның нәтижесінде адам расслабленный болып ұйқыға кетеді. Осындай 2 топқа бөлеміз. Бірінші топ, жаңа мен айтып өткен биодобавкаларға ол мелатонинді жатқызамыз. Егер де адам ағзасында мелатониннің деңгейі аз болатын болса, онда ұйқы келмейді. Осы уақытта нақты мелатониннің өзін күнделікті қабылдап отыруға болады. Дәл қазір мен сіздерге қанша ішу керек, қалай ішу керек, ол жайлы айтпаймын. Себебі әр адамға дене салмағына байланысты, сонымен қатар оның күнделікті ішіп жүрген дәрілері болатын болса, солармен байланыстыра отырып, оның деңгейі әртүрлі болып өзгеріп отырады. Сондықтан да арнайы өзіңізді емдеуші дәрігеріңізбен келісіп, дозировкасын келтіруге болады. Сонымен бірінші мелатонинді қалыптастыруға ішуге болады. Осы мелатонинді ішу арқылы қандағы мелатониннің деңгейін арттыра отырып, ұйқыны шақыруға болады. Жалпы мелатонинді біз анализ тапсыру арқылы да көре аламыз. Аузымыздағы сілекейден түнгі 2-3 аралығында бөліп қарап, мелатонин мөлшері қаншалықты екендігін көруге болады. Сонымен қатар зәр анализінен де мелатонин деңгейін анықтауға болады. Егер де мелатонин біздің ағзамызда жеткілікті болатын болса, жақсы ұйықтайтын болсақ, онда біздің иммунитетіміз жақсы болады. Ауру көрсеткіші азаяды. Иммунитет көтерілу деген сөз, часто ОРВИ-мен ауырмайсыз, настроениеңіз көтеріліп жүреді. Себебі мелатонинді ішкен кезде, сонымен қатар бізде серотонин деген гормонның да өндірілуі жақсарады. Ұйқысы қанған адамның көңіл күйі жақсы болады. Неге? Себебі дәл сол уақытта мелатониннен бөлек ұйқысы қанған кезде серотонин және дофамин гормондары бөлінеді. Ал бұл гормондар адамның көңіл күйіне жауап береді. Адамның көңіл күйі жақсы болса, защитный гормондар көп өндіріледі, защитный клеткалар көп өндіріледі, организмді әртүрлі инфекциялардан қорғайтын, нәтижесінде иммунитетіміз жақсы болады. Сонымен қатар мелатониннен бөлек 5-гидрокситриптофан деген биодобавкалар бар. Олар қалай әсер етеді? Бұлар керісінше мелатониннің составын құрайтын, құрылымына қажетті заттар болып саналады. Егер де олар жеткіліксіз болатын болса, мысалы мелатониннің стройкасына қажетті заттар болмаса организмде, ол аз өндіріледі. Сондықтан 5-гидрокситриптофанды ішкен кезде мелатониннің строительный материалы келеді, мелатонин жақсы өндіріледі. Нәтижесінде
жалпы мелатонин гормонына байланысты проблемаларды осылай реттеуге болады. Екінші топты мен айттым жаңа, тыныштандыратын, успокаивать ететін, бұлшықеттерді босаңсытатын биодобавкалар. Бірінші топқа ол барлығы білетін, кезінде үйде егерде ата-әжелеріңіз, мама-папаларыңыз кешке қарай ұйықтай алмаса, мынадай ыдыста тұратын, ішінде майда сары таблеткалары бар валерьянка. Оны барлығы білетін болар. Негізі ол көбіне адамдар стресс болған кезде, сонымен қатар бір нәрсеге алаңдаған жағдайда адреналин гормоны көп өндіріледі, нәтижесінде жүрек тарсылдап соғып кетеді. Именно валерьянка осы жүректің тарсылдап соғуын азайтады. Жүректің соғысы жаймен бәсеңдейтін болса, нормаға келетін болса, тахикардиядан нормаға шығатын болса, онда адам өз-өзін успокаивать етеді. Организмде успокоение, яғни босаңсу процесі, тынышталу процесі жүреді. Сондықтан осыны реттеу үшін валерьянка қабылдауға болады. Ал егер де мынадай кісілер болады, ұйықтай алмайды, плюс немножко головные боли беспокоят. Почему? Потому что организм ұйықтағысы келеді, бірақ ұйықтамағандықтан уже миы шаршайды. Осы кезде валерьянкаға плюс глицин қосып қабылдауға болады, тоже өте жақсы эффект береді. Бұл да организмді тыныштандыруға әсер ететін биодобавкалар болып саналады. Және бізде үшінші топ, яғни ұйқыға әсер ететін заттар бар, ол тианин, сонымен қатар ацерола. Ацерола деген ол өсімдіктерден алынатын, именно біздің организміміздегі жаңағы гормондарға, біздің организміміздегі тыныштандыратын эффект беретін медиаторлар болады. Сол медиаторларға ұқсас зат болып саналады. Сондықтан бұл мен айтып отқан нәрселердің барлығы негізі табиғи. Биодобавкалардың өзі негізі біздің ағзамызға ұқсайтын өсімдіктер, біздің ағзамызға ұқсайтын жануарлардың организмінен алынып жасалынады. Ерекшелігі сонда. То есть табиғи жолмен алынатын заттар. Осы тианин, ацерола, валерьянка, глицин деген нәрселер ол тікелей адамға тыныштандырып эффект беретін, сөйтіп ұйқыны реттейтін биодобавкалар болып саналады. Және тағы бір барлығы білетін нәрсе ол магниевый 6. Магниевый 6 қалай эффект береді? Ол бұлшықеттерді босаңсытады. Бұлшықеттер егер тырысып тұратын болса, денеңіздің барлығы активті қимыл қозғалысқа дайын болатын болса, онда сіз ұйықтай алмайсыз. Сондықтан магниевый 6 ішкен кезде именно нерв жүйесіне, бұлшықеттерге расслабляющий эффект береді. Нәтижесінде адамның ұйқысы реттеледі. Сонымен қатар маточное молочко қабылдауға болады. Мен өзім білесіздер, көбіне алоэ заттарын қолданамын. Forever компаниясын, ол жерде барлығы запатентованы. То есть компания именно сол маточное молочконың шығарылу жолын қаншама ғалымдарды жалдай отырып жасап шығарғанда құрамын, итак осы компания ғана шығарады. Сондықтан мен олардың составын зерттегем. Тоже Forever компаниясындағы маточное молочко дегенді алсаңыздар болады. Тоже адамның ұйқысын реттеуге өте жақсы көмектеседі. Сондықтан егерде ұйқысын ретте алмай жүрген адамдар болатын болса, мен айтып өткен рекомендацияларды кішкене мән берсеңіз болады. Егерде консультация қажет болса, консультацияға жазылсаңыздар болады. Жалпы ұйқының реттелуі адамның возрастына да байланысты болады. Не үшін возраст деп айтып жатырмын? Себебі мысалы әйел адамдарды алатын болсақ, менопауза, яғни климакс кезеңі болады. Ол кезде де олардың ұйқысы бұзылады. Неге? Себебі организмде эстроген гормоны төмендеп жатыр. Эстроген гормонын нормаға келтіріп жіберсек, ол әйелдің қайтадан ұйқысы реттеледі. Сондықтан всегда ең бірінші кез келген нәрсені ішпес бұрын өз дәрігеріңізден консультация алыңыз. Дәл сіздің жағдайыңызда неге бұндай жағдай болып жатқан себебін анықтап алу керек. Тек себебін анықтағаннан кейін ғана нақты бір биодобавкалар немесе дәрілік заттарды сіздің дене салмағыңызға байланысты есептеп қабылдауға болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Әдеттегідей тағы айтарым, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.